Баршаға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін қыстық салат банкаға жабатын боламыз. Қыстар рахаттанып, ашып жеп отырасыздар. Менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздерге күнде осындай керемет, пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз помидорларымызды жақсылап тазалап осылай турап аламыз. Одан кейін сәбізімізді, пиязымызды және де болгарскийімізді ұзынша етіп барлығын турап алатын боламыз. Барлығын турап болғаннан кейін қазанымызға майымызды құйып, бірінші пиязымызды кішкене қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып болғаннан кейін үстіне болгарский мен сәбізді салып, оларды да 5 минуттай жақсылап қуырып алатын боламыз. Менің әдісім осылай. Ешқашан атылмайды, қорықпай осы әдіспен жаба берсеңіздер, сіздердің қыстық салаттарыңыз өте керемет болып шығады. Сіздер қалай жабасыздар, ойларыңызды жасап кетіңіздер. Қыстық банкаға помидор жаптыңыздар ма биылдыққа. Және де барлығын қуырып болғаннан кейін үстіне помидорымды осылай барлығын сала салдым. Ешқандай су ештеңе салған жоқпын. Одан кейін бір қайнаған соң 5 штук, яғни 5 тал не салдым, чеснокты салып, майдалап турап. Одан кейін осындай ащы бұрышты салдым. Оның барлығын салып болғаннан кейін жақсылап қайнайды, кемінде 15 минуттай. Баяу отта қайнағаны дұрыс. Одан кейін лабыр жапырағын, сосын қара бұрыш, дәміне қарай тұз, сосын укроп саласыздар. Барлығын бір араластырып жібереміз. Кемінде 15 минут тағы қайнап, одан кейін біздің салатымыз дайын болады. Салатымызды жаба берсек болады. Сол арада біз банкамызды жуып, осылай булап аламыз, крышкасы екеуін. Одан кейін дайын болған салатымызды банкаларымызға құйып, жаба береміз. Егер бірау білмейтін болсаңыздар, ақырын бірінші крышкасын жауып, бірінші несінен бастап жақсылап бұрайсыздар. Қатты қысып бұраған сайын біздің банкамыз берік болады, еш атылмайды. Дәл осы әдіспен сіздер жауып көрсеңіздер, салаттарыңыз өте дәмді әрі керемет болып шығады. Нанмен қосып жесе вообще күшті болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Егер рецеп ұнаса, пайдалы болса, менің парақшама тіркеліп, қолдап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің парақшамда бұдан да басқа көптеген рецеп түрлерін көре аласыздар. Сіздермен болған мен Алтынай. Мені жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып, парақшаға тіркеліп қолдап қойыңыз. Ас болсын.